Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін бір мандариннің адам ағзасына қандай пайдасы бар екені туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Мандариннің отаны Қытай мен Вьетнам. Онда жеміс биліктің символы болып саналады. Біздің елде бұл цитрус жаңа жылмен тығыз байланысты. Шырша мен мандариннің хош иістері қысқы мерекелердің басты хабаршысы болып табылады. Ал мандариннің адам ағзасына зияны туралы видеоның соңында айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мандариннің құрамында пайдалы элементтер мен минералдар бар. Басқа цитрус жеміс-жидектері сияқты мандариндер дәрумендерге, талшықтарға және пайдалы өсімдік қосымшаларына бай. Оларды үнемі қолдану адам денсаулығына пайдалы. Мандаринда адам ағзасы үшін маңызды минералдар бар. Көп мөлшерде кремний, кобальт және молибден. Бұл заттардың барлығы адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Мандарин мыс көзі. Негізінен мандариннің құрамында 10% мыс болады. Мыс денсаулық үшін өте маңызды. Өйткені ол эритроциттердің түзілуіне, темірдің сіңуіне және оттегінің ағзаға тасымалдауына ықпал етеді. Ішек жолдарын жақсартады. Мандарин еритін талшыққа өте бай. Ол асқазан ішек жолында суды ішекке тартып, барлық ішкі процестерді жақсартатын белгілі бір гель түзеді. Заттың бұл түрі ішек арқылы бұзылмай өтеді, бірақ ол жақсы ас қорытуға ықпал етеді. Сонымен қатар оның диеталық құрамы созылмалы аурудың төмендету қаупіне байланысты адам ағзасына салмақ жоғалтуға көмектеседі. Құрамында С дәрумені бар. Барлық цитрусты жеміс-жидектер С витаминінің тамаша көзі болып табылады. Мандариннің құрамында С дәрумені 30%-дан 40%-ға дейін болады. Күнделікті өмірде С дәруменінің қажетті мөлшерде алудың тамаша тәсілі мандарин жеуді әдетке айналдырыңыз. Мандариннің максималды қоректік пайдасын алудың ең жақсы жолы ол шикі түрде жеу екенін білесіз бе? Пісірген кезде қоректік заттардың көп бөлігінен айырылады. Мандариннің адам ағзасына қандай зияндығы бар? Барлық жағымды қасиеттермен және қоректік заттардың көмегімен мандариндер денсаулыққа зиянын тигізуі мүмкін. Мандариндерді мына ауруы бар адамдарға жеуге болмайды. Энтерит, колит, гастрит. Бұл жемістердегі жемістік қышқылы ішек пен асқазанның шырышты қабығын тітіркендіру мүмкін. Қант диабетімен ауыратын адамдарға мандаринді қолдану ұсынылмайды. Мандаринді шамадан тыс жеген жағдайда псевдоаллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Бұл жемістегі қанттың лимон қышқылының және аскорбин қышқылының көп болуына байланысты. Кейбір адамдарда асқазан ішек аурулары өршуі мүмкін. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Келесі кездескенше аман жүріңіз.